ауыстыру мәселесі туралы осы петропавлдың атын ауыстыру үшін осы жаққа жүздеген мыңдаған елім жерім деген азаматтар көшіп келу керек. Біздің солтүстік Қазақстан облысында қазақтар бар, бірақ оңтүстік өңірлермен салыстырған түрде анағұрлым аз. Сол себепті біз сіз секілді азаматтарды осы солтүстікке көшіріп, осында тұруға шақырып жатырмыз. Егер сіз сияқты азаматтар осында көптеп көшіп келетін болса, онда осы жақтағы өзге тілдегі елді мекен атауларының бәрі ауысатын болады ағай. Мысалы біздің солтүстіктегі мына Сергеевка, Николаевка, Петровка, Явленка, одан кейін Новоникольск, одан кейін Подгорный ауылдары бар. Подгорный деген ол Петропавловск қаласының жанында. Қысқасы міне осындай атауларды өзгерту үшін сіздер бері қарай көшіп келулеріңіз керек ағай. Біз өзіміздің қазақтың жері болуын сездіру үшін осы елді мекендердің атын ауыстыруға әрқайсымыз үлесімізді қосу керек. Сол себепті келіңіздер ағай. Біздің солтүстік Қазақстан облысында 458 мектеп бар. Соның 244 мектебі орыс мектеп. Сонда біз Қызылжар деп атын ауыстыр деп айтамыз. Сол сияқты әңгімеде бұл нәрсені өзгертуіміз үшін бізге бәріміз структурна түрде қозғалуымыз керек.